Әртүрлі есептеулер бойынша жыл сайын әлемде миллионнан астам адам жоғалады. Интерпол хабар-ошарсыз кеткендердің мәліметтер базасын жүргізіп отырады. Бірақ нақты санды айту қиын. Кейбір елдерде деректер сақталмайды, немесе жасырулы түрде болады. Мысалға, Құрама Штаттарда жылына 600 мыңнан астам адам, Үндістанда 100 мың, ал Бразилияда шамамен 80 мың адам жоғалуы орын алады. Олардың көпшілігі балалар, жасөспірімдер мен қарттар. Себептері әртүрлі: қылмыстар, адам ұрлау, қашу, табиғи апаттар. Бірақ түсіндіруге келмейтін жағдайлар да бар. Ал бүгін сіздермен жұмбақ жағдайларда жоғалып кеткен адамдар туралы айтатын боламыз. 2006 жыл, Огайо, Құрама Штаттар. 27 жастағы медицина студенті Брайан Шафер барға кіреді, бірақ сыртқа шықпайды. Камералар оның кіргенін түсірген, бірақ сыртқа қалай шыққаны түспеген. Бірде-бір із, дәлел, куәгер де жоқ. Оның қазір қайда екенін ешкім білмейді. Бұл Америкадағы ең жұмбақ оқиғалардың біріне айналды. 2014 жылдың жазы, неміс туристі Ларс Митанг Болгарияға демалуға барады. Үйіне оралар алдында ол жергілікті тұрғындармен қақтығысқан болатын. Бұл жағдайдан кейін ол өзін бір түрлі ұстай бастады. Аэропортқа келгенде Ларста біреу оны қуып келе жатқандай қорқыныш, паранойя басталады. Ол кенеттен әуежайдың ғимаратынан шығып орман жаққа жүгіріп кетеді. Камералар соңғы сәтті түсірген болатын, бірақ бұдан кейін оны ешкім көрген жоқ. 2009 жыл, Оклахома. Джеймсондар отбасы, күйеуі, әйелі және 6 жасар қызы көлікпен тауға шығуға барады. Кейінірек жолда олардың көлігі табылады. Онда әмиян, телефондары, тіпті иттеріне дейін машинада қалған. Бірақ отбасының өзі жоқ. Тек 4 жылдан кейін олардың денелері орманда табылады. Өлімнің себептері мен олардың кімнен қашқандары да белгісіз. Полиция кінәлілерді тапқан жоқ. Дэн Купер 71 жылы Портлендтен Сиэтлге бара жатқан Northwest Airlines авиакомпаниясының Boeing ұшағын басып алып, билік өкілдерінен $200 мың ақша алады. Ол жолаушыларды босатып, пилоттарға ұшақты ауаға көтеруге бұйырады және шамамен Портлендтің солтүстік шығысына қарай 50 шақырым жерде парашютпен секіріп кетеді. Ұзақ тергеуге қарамастан ФБР оның жеке басын анықтай алмады және 2016 жылдың шілдесінде тергеу ресми түрде аяқталды. 2004 жыл, Нью-Гэмпшир штаты. 21 жастағы мейірбике студенті Мора Мюррей қала маңындағы тас жолда апатқа түседі. Жақын жерде тұрған көліктің иесі оқиға орнына тоқтап, рөлде отырған қыздан көмек қажет пе деп сұрайды. Ол жедел жәрдем шақырғанын айтып бас тартты. Бірнеше минуттан кейін үйге келген куәгер апат туралы полицияға хабарлайды. Шамамен 20 минуттан кейін оқиға орнына қызметшілер келеді. Бірақ жас қыздың тек көлігі ғана тұрған. Жолға шығар алдында ол оқытушыларына бір апталық демалыс алатынын хабарлаған екен. Оның орналасқан жері әлі де белгісіз. 1961 жылдың кешінде Линкольн қаласының тұрғынынан полицияға шақырту түседі. Ол үйде тұратын қыз серуеннен оралып, анасы Джоанна Риштің үйде жоқ екенін анықтайды. Ас үйде Риштің қанымен сәйкес келетін қан табылады. Бұл дәлелдерге қарап, полиция оны ұрлап кетті деген ойда болады. Бірақ оның 2 жасар ұлы өз бөлмесінде ұйықтап жатқан болатын. Алайда сол күні Риштің кітапханадан жоғалып кеткендер туралы, оның ішінде осы іске ұқсас кітап алған анықталады. Бұл оның жоғалып кетуін қиын отбасылық өмірден құтылу үшін қолдан жасалды деген болжамға келді. Бірақ бұл тек болжам ғана, ал Джоанна сол күйі табылған жоқ. Бұл адамдардың барлығы бір мезетте жоқ болып кетті. Біреулер оларды ұрлап кетті деп, ал басқалары олар өздері қашып кетуі мүмкін деп ойлайды. Бірақ жауабы біз үшін жұмбақ болып қала береді. Бұл туралы мүмкін сіздің өз нұсқаңыз бар шығар. Комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіз. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.